Нөлден бастаған әртіспін. Бағжан Октябрь 3 жылда 300-ден аса концерт берген. Концерттің соңында қатарынан 5 темекі шектім. Танымал виолончелист Бағжан Октябрь 3 жылда 300-ден аса концерт берген. Ол бұл жетістікті үздіксіз еңбектің арқасында жеткенін айтты. Ал таяуда оған Түркияның мәдениет министрлігінен арнайы ұсыныс түсіпті. 3 жыл бұрынғы Майра Ильясовамен кездескен видеомды тауып алдым. Түрім жап-жас ап-арық сүт болып тұрмын ғой. Сол видеоны көріп жолда келе жатып ұзақ ойланып кеттім. Осы 3 жылда не болғанын еске түсірдім. Былай қарасам нөлден бастаған әртіс екенмін. Шыны керек кейде қалайша бәрі осылай болып кетті деп өзім де ұқпай қаламын. Бірақ жауабы еңбек, бәрін де жеңбек. Мойныма жауапкершілік алдым. Кейде өзіме тым көп алып қойдым ба деп ойланамын. Себебі 3 жылда үздіксіз жұмыс істедім. Шамамен 300-ден аса жеке концерт бердім. Осы уақыт ішінде денсаулығыма көңіл бөлмей келіппін. Себебі адамда мақсат болған кезде ол ештеңеге қарамай шапқылап жүре береді екен.